Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода мен құрттар туралы айтам. Қазір мен сіздерге оларды көрсетейін. Мінекей мына жерде жүр. Болмаса мына жерде қарбыздарды салып қойдым. Соның астынан қазір жайлап алып көрейін. Мінекей толып жатыр құрттар. Бұл калифорнийский черви дейді, шылаушындар. Бұны мен не үшін өсіріп жатырмын? Бұл маған табиғи тыңайтқыш үшін керек болды. Себебі мен өзімнің көп мына жақта помидорларым, Европадан заказ берген көп клубникаларым бар. Соларды өсіру үшін, жақсы өсіру үшін маған тыңайтқыштар қажет болды. Басында мен сондай керемет агроном емеспін, білгішсін айтатындай керемет минеральный удобрениялар туралы білген жоқпын. Бірақ кейін біле бастасам, олардың көбісі селитра екен. Кальций да бар, ішінде калий да бар. Мысалы, мына помидорларды жақсы өсіру үшін оларға кальций, селитра шашу керек, калий беру керек. Олардың бәрі минеральный, общий айтқанда химиялар екен. Енді мен сол химияларға жоламас үшін, жақсы өнім алып, жақсы өсіру үшін жаңағы құрттармен айналысуды жөн көрдім. Себебі құрттар маған биогумус береді. Ал мына клубниканы еккен кезде мен астарына биогумусты салдым. Бәрін астарына. Бірақ сатып алып салдым. Сатып алып салған кезде ол жеткізбейді. Себебі мысалы мынаның 10 метріне 2 метріне 10 литр биогумус кететкен араластырып салғанда, және әр түпке тағы салу керексіздер. Сонда мына менің мына жерде 500 штук клубника бар, Европадан алдырған фриго сорт. Қаншама бұған биогумус қажет. Оның бәрін сатып алу қажет. Анда одан бөлек жаңағы кабачкилер бар, бұрыш бар, помидор бар. Солардың бәріне қажет. Мысалы мына помидорларға да түбіне биогумус қажет, бірақ оларға жетпей қалды. Қаншама өнім беріп тұр бұлар. Соның бәріне қажет болды да, енді мен ол биогумусты өзім жасауды жөн көрдім. Неке, мына помидорлардың бәрі жақсы шығып тұр. Одан да жақсы шығу үшін маған биогумус қажет. Биогумус деген жаңа немен алынады? Шылаушындар арқылы. Енді ол шылаушындарды қалай бағамыз, не істейміз деген қарапайым қазақтарға мен сосы өзімнің кішкентай шылаушындарымды көрсетейін деп шештім. Мен осындай бір жәшік шылаушынды 3000 теңгеге сатып алдым биыл, 2022-де. Кішкентай бір жәшік шылаушынды. Сосын ол шылаушындарды көбейттім. Жылқының тезегіне, жас тезегі болу керек. Жас дегенде прям бүгін барып жылқының қорасынан жинап алып кел деген сөз емес. Хотя біз қазір солай күнде алып тұрық сөйтіп. Көршілер жылқылар ұстайды содан. 6 айға дейін, 6 айдан 1 жылға дейінгі жас тезегі де жарайды. Бірақ 1 жылдан асып кетпеу керек. Себебі ода қорек заттар болу керек. Енді мынау мен қазір қарбыздар салып қойғанмын ғой. Не үшін қарбыздар салып қойды десеңіздер, олар тәттіні жақсы көреді. Қазір мысалы жазда балалар қарбыз жейді, қауын жейді, алма жейді, мынаның бәрі босқа қалып жатыр ғой. Мына құрттарға ол өте жақсы тамақ. Міне, мына жерде сол мына қарбыздың астына олар бәрі қаптап жиналып, мінекей. Осыны жеп, мынау жаңа тәтті болғасын жиналып тұр. Мына жақта қауындар салынған, мына жерде де қарбыздар салынған. Даже сол қауындардың дәндері осының қасында шығып жатыр ғой. Ол құрттарды ұстау үшін оларды ылғалда ұстау керек. Себебі бұлардың жалпы атауы жауын құрт қой. Дождевые черви дейді ғой, орыстарда старатели деген. Сол дождевые черви, жауын құрттар, сөзі жауын сөзден шығып тұр, ылғалда жүреді бұлар. Мына менің жаңа сатыва келген құрттарым құрғап қалса, олар өліп қалады, или қашып кетеді. Мына жәшіктерден қашып кетеді. Мен 3 жәшік қылып қойдым ғой. Алда мен мақсатым бір машина көңге осылардың бәрін көбейтіп жіберу керекпін. Әзірше менде 3 жәшік болып тұр. Міне уже 4-ші болып жатыр. Неке, мына қауынның астында ашып қарасам қазір, оның астында да көп. Мен міне қаптап жатыр. Мен мына немен қозғауға, темірмен оларды өлтіріп алармын деп қозғамай жатыр. Міне, бұлар әрі өте тез көбейеді екен. Сол жағынан жақсы. Тек көп адамдар бұны қалай ұстаймын деп сөйтуі мүмкін ғой, орын жоқ деп. Біздер енді жер үйде тұрамыз, кең жер үйде. Бұны әзір мен мына бушкенің астына көлеңкеге қойдым. Күнге де қалдыруға болмайды. Күнде де олар күйіп кетеді. Мысалы мынадай ашық жерге тастасақ, онда міндетті түрде үстін соломамен, шөптермен жауып тастау керек. Себебі ол бірден құрғап кетпеу керек, әрі күн күйдіріп жібермеу керек. Және
мынадай салған жаңағыдай жылқының тезегі, жылқы болсын, сиыр болсын, ол осындай көп емес, бір 20 сантиметрдей биіктікте болу керек. Себебі үйіп тастап ішіне жіберсеңіз, ол деген қызады ғой, боқ, мысалы, тезек қызады ғой қилары малдың. Сол кезде іші ысып кетеді ғой, сонда ол күйіп кетуі мүмкін ішінде. Сондықтан міндетті түрде 20 сантиметрдей ғана биіктікте болу керек. Мынадай су құйып тұру керек. 2-3 күнде келіп осылай. Менде мына жерде көлеңкеде тұрғасын, олар бірден кеуіп кетпейді. Қарап тұрам. Тағы не айтам, басқа маған қиыншылық келтіріп атқан жоқ. Жана ең бірінші келгенде бұлардың мен мынадай биогумусты өстіп, мына сол сатып әкелген биогумусымның біреуі, соны әкелген кезде ішінде кокондар жатты. Қазір мен тапсам көрсетем, таппасам олар сары болады, кішкентай сары, бір жүгері деп те айтпайын, тарыдан үлкендеу андай кокондар жатады. Мына жерде сол кокондардан шыққан кішкентай құрттар жатыр, міне қызыл құрттар. Міне қозғалып жатыр. Сол кокондардан көбейеді. Бір коконның ішінде бір 20 шақты құрт болады. Мына жаңағының құрттың бір коконның ішінде. Қазір мына жерден тапсам көрсетейін. Ол бірақ маңызды емес, тек жаңағы сіздер коконды өзім бірінші келгенде, ол не екен деп таңғалып қарап, енді бірінші болған затын зерттейсің ғой, сонда қарадым. Міне қараңыздар, мына жерде қаншамасы жатыр. Оны мен мысалы сатып алып не істедім ғой. Маған қазір мына көп құрт керек. Мен мына көп құртты көбейтіп, жаңағы неге жіберу керекпін ғой. Бір машина көңге, жылқының болсын, сиырдың болсын. Сонда олар маған бұлар маған табиғи биогумус жасап беру үшін кемінде 3 ай жаңағыны жеу керек екен, 3 ай уақыт керек екен. Енді бір машина көңді жасау үшін ол, значит, 6 айдай ма олар жеу керек қой сол көңді. Сондықтан олар биыл бойына жеп, қыстақ, келесі жылға маған мына огородыма салуға дайындау керекпін. Ал келесі жылы мен сол клубникаларды, сол табиғи биогумусты топырақпен араластырып, сода өсірейін деп тұрмын. Ешқандай басқа тыңайтқыштар салмай, экопродукты қылып. Сол үшін маған мына көмекшілер, қазіргі мына кішкентай көмекшілер керек. Түрлері қорқынышты болып жатқанымен, олардың маған пайдасынан басқа зиян жоқ. Сол тағы не айтума болады бұлар туралы. Жаңағыдай жұмыртқалары кішкентай болып жатады. Енді қазір маған көрінбейді. Мен салған қауындарын бәрі көк деп жатыр. Мына жақта да солай. Маған тек қазір керегі бұлардың суын не істеп тұру керекпін, суын құйып тұру керекпін, ылғалдап. Сосын көбейіп жатыр ғой. Енді мен бұларды басқа жәшіктерге ауыстыру керекпін. Или жәшік қылып қаптатпай, жаңағыдай үлкен көп боға келіп салу керекпін. Себебі оларда табиғи өздері жаңағыдай санын контрольдайды екен. Олар мысалға мына жәшікте қорек азайып қалса, олар туын азайтады екен. Сондықтан неғұрлым үлкен мол неге тезекке жіберу керекпін оларды. Сол үшін көп не жасау керекпін. Тағы бір 2 жәшік тезек әкеліп, соған мыналарды бөліп жіберіп көбейту керекпін.